Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін Америка құрама штаттарына туристік визаны алу және жалпы оның түрлері туралы сөйлеспекпіз. Дайын болсаңыздар, кеттік ендеше. ақш мемлекеті туристік визаны екіге бөледі. B1, B2 деп бөлінеді. Яғни B1 деген визаға сіздің компанияңыз Америкамен келісім шарты болса, сол келісім шарт негізінде соны талқылауға барсаңыз, әртүрлі бір бизнеске байланысты жұмыстармен барсаңыз, ол бизнес визаға жатады. Қысқа уақытқа бір курстар болады ғой, сондай курстарға барсаңыз, мысалы 2 апталық IT курс дейік, болмаса тағы басқа өзіңіздің біліміңізді жетілдіру. Егер сіз Америкадан достарыңызды көруге, емделуге барсаңыз, саяхаттауға барсаңыз, Американың қалаларын аралаймын деп, осының барлығы B2 визасына жатады. Жалпы бұл туристік виза Қазақстан азаматтарына 10 жылға беріледі. Туристік визамен ақш шекарасына келгеннен кейін 180 күннен артық қалуға болмайды. Бірақ ол офицерге де байланысты. Сіз кіріп келе жатқан кезде офицер сіздің келу мақсатыңызды сұрайды. Сіздің келген мақсатыңыз 180 күннен аз болатын болса, мысалы сіз бір аптаға Нью-Йорк қаласын көруге келген болсаңыз, онда офицер сізге 2 аптаға кіруге рұқсат беруі мүмкін. Ондай жағдайда сіз 2 аптада қайтып шығып кетуіңіз керек. 10 жыл деген сөз, 10 жыл Америкада қаласыз деген сөз емес, 10 жылға виза алсаңыз, сіз неше рет барып келіп жүре аласыз. Бірақ бір кіргенде қалу уақытыңыз 6 айдан артық болмауы керек. Туристік виза деген сіз міндетті түрде келіп кетуіңіз керек деген сөз емес. Туристік визаны қолыңызға алып, Америкаға келгеннен кейін оны ауыстыра аласыз. Оны ауыстырудың әртүрлі жолдары бар. Мысалы, сіз келгеннен кейін студенттік визаға өтуіңіз мүмкін, оқу орнына түсіп, немесе тіл курстарына түсіп, немесе бір жақсы жұмыс тауып, жұмыс визасына ауысуыңыз мүмкін, тіпті саяси баспана сұрауыңыз мүмкін біраз уақыт өткеннен кейін. Қысқасы, туристік виза ол Америкаға жетіп алу үшін өте ыңғайлы вариант деп ойлаймын мен. Америкаға туристік визамен келгеннен кейін 90 күннің ішінде статус ауыстырмаған жөн деп айтады. Бұл еш жерде жазылмаған. Бірақ егер сіз мысалы келгеннен кейін 1-2 аптадан кейін мен студент боламын деп барып статусыңызды ауыстыруға рұқсат сұрасаңыз, онда ол жердегі офицерлердің ойында күмән туады. Онда бұл туристік визаны бастапқы алған уақытта өтірік айтқан болды деп, өйткені сіз келе салып ауыстырдыңыз. Сондықтан жалпы заңгерлер 90 күн күт деп айтады. Яғни 90 күннің ішінде 3 айда адамның ойы өзгеруі мүмкін. Яғни басында туристік визаны сұраған кезде мен турист боламын деп визаны алуы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін студент болуға, болмаса басқа да статустарға ауыстыруы мүмкін. Қысқасы 90 күн деген әңгіме осыдан шыққан. Бұл туристік визаны алу үшін қандай құжаттар керек? Өте қарапайым. Бірінші, сіздің паспортыңыз болу керек. Әрине, паспортыңыздың уақыты өтпеген болу керек. Егер бітіп жатса, жаңалап алыңыз. Жаңа паспортқа 10 жылғы виза тұрса, қандай тамаша. Паспорттан бөлек сізге ES-160 деген форма толтыру керек. Ол қазақша айтқанда анкета. Оны толтыру өте оңай. Тағы бір видеода мен оны толтыруды сізге көрсетемін. Яғни ешкімнің көмегісіз сіз оны толтыра аласыз. ES-160-та сіз кімсіз, қандай жұмысыңыз бар, қай жерде туылдыңыз, аты жөніңіз өзгерді ма деген сияқты қарапайым сұрақтар. Ол жерде артық ештеңке жоқ. Барлығына да дұрыс, тура жауап берсеңіз, оны өзіңізде толтырып шыға аласыз. Және бұнымен бірге үшінші маңызды нәрсе ол ақы. Яғни сіз туристік визаға тапсырған уақытта үкіметке, мемлекетке ақы төлейсіз. Ол бұрын $160 болған, осы жақында $185 көтерілді. Бала болсын, қария болсын, барлығына бірдей. Тіпті сіздің 1 жастағы балаңыз болса, оғанда $185 төлейсіз. Бұл туристік визаның ақшасы қайтарылмайды. Егер сіз интервьюға кешігіп қалсаңыз, немесе ауырып келе алмай қалсаңыз, ойыңыз өзгеріп Америкаға барудан бас тартсаңыз, немесе интервьюден құлап сізге виза берілмеген жағдайда, бұл $185 қайтарылмайды. Жалпы үлкен адамдардың барлығына да интервьюді келіп көзбе-көз өту міндетті. Яғни сіз консульствоның офисына барасыз, сол жерден интервью өтесіз. Бірақ балаларға келмеуге болады. Интервью уақыты 3 минут, 4 минут, 5 минуттан ұзақ емес. Егер сіздің құжаттарыңыздың барлығы, анкетаңыз дұрыс толтырылған болса, кейде болады, консулда бір қосымша сұрақтар болса созылуы мүмкін, бірақ жалпы интервью уақыты өте қысқа. Қосымша документтер міндетті емес. Офицерге керегі тек сіздің анкетаңыз, яғни ES-160 формасы. Ол сол форма арқылы барлығымен танысып, сіздің тарихыңызды қарап шыға алады, және әртүрлі тексерулер жүргізе алады. Әлеуметтік желілеріңізде қарау мүмкін. Мысалы, Instagram желісінде не жазасыз, Facebook'та, олардың барлығын қарап, олар сіз туралы ақпарат жинауы мүмкін. Оған да дайын болыңыздар. Сөзіңіз бен ісіңіз сәйкес келмей қалып жүрмесін. Банктегі ақша,
істейтін жұмыс орнынан анықтама, үйімнің құжаттары, жерімнің құжаттары, заводым бар, фабрикам бар деген сияқты құжаттар өте маңызды емес, бірақ өзіңізбен бірге алсаңыз болады. Оны тіпті сұрамауы мүмкін. 10 жағдайдың 8-інде оны сұрамайды. Олар сіздің көзіңізге қарап, сізді олар оқи алады. Олар негізі өте жақсы психологтар, документ қажет етпейді. Егер құжаттар қажет болса, сізден сұрайды. Бірақ сол жерде тұрып алып, құжаттарды тықпалағанды қойыңыз. Яғни офицерге мына құжатты көр, мынаны көр деп сұрамаса айтпаңыз. Олай айту арқылы сіз өте қатты ақшқа кеткіңіз келіп тұрғанын білдіресіз. Ал оны олар ұнатпайды. Сіздің көзіңізден сіздің өте қатты кеткіңіз келіп тұрғанын көрсе, Америкаға, ол сізге жоқ деп айтады, міндетті түрде. Интервью уақытында, жалпы консулдың көз алдында сіз потенциалды иммигрантсыз. Яғни туристік виза қолыңызға тисе, Америкаға келіп қайтпай қалуы мүмкін адам деп қарайды. Яғни ол оның жұмысы. Бұл адам сізбен сөйлесу барысында, яғни интервью барысында тек бір сұраққа жауап іздейді. Ол сіздің отанмен байланысыңыз. Яғни сізді бұл жерде, яғни Қазақстанда не ұстап тұр? Егер сізді ұстап тұрған факторлар басымырақ болса, ол сізге виза береді. Ал егер сізді ұстап тұрған факторлар өте аз болса, яғни сізді Қазақстанда ештеңе ұстап тұрмаса, онда ол сізге бермейді. Өйткені сіз потенциалды иммигрантсыз, сіз қайтып Қазақстанға оралмауыңыз мүмкін. Сіз келіп ақш үкіметінің мойнына мінуіңіз мүмкін, жұмыссыздық жәрдемақысын алу, тегін емделу, тағы сол сияқты нәрселерді сұрамасын деп, олар сізді жібермеуге тырысады. Жалпы сәтті өтсе, офицер сізге виза беруді ұйғарса, қолыңыздан паспортыңызды алады. Егер офицер сізге виза бермеуге бел байласа, онда паспортыңызды қайтарып береді. Және онымен бірге қолыңызға бір ақ қағаз шығарып береді. Қолыңызға виза тиді деген сөз, міндетті түрде мен Америкаға барамын деген сөз емес. Яғни виза ол сіздің самолетқа аман-есен мініп, ақш шекарасына дейін жетуіңізге ғана кепілдік береді. Ал ақш шекарасында визасы қолында бола тұра, кері қайтарылған адамдардың саны өте көп. Шекарадағы офицер сізден келу мақсатыңызды сұрайды. Сол мақсатқа байланысты сізді кіргізу, кіргізбеу және кіру уақытында қояды. Бұрын көп шектеу қоймайтын, туристік визамен кірген адамдар 6 айға дейін қалуға рұқсат берілетін. Қазіргі уақытта туристік визамен келіп, кері қайтпай жатқан адамдардың саны көбеюіне байланысты, олар уақытты да шектей бастады. Офицерде күмән болса, ол сізді жеке бөлмеге алып баруы мүмкін. Тіпті оның сіздің телефоныңызды алып, аштырып, WhatsApp-тағы, Facebook-тағы басқа хаттарыңызды оқуға құқығы бар. Яғни оқу барысында, ол егер сіздің Америкада таныстарыңыз бар екен, немесе Америкадағы иммиграциялық адвокаттармен сөйлескен сөздеріңіз тауып алса, немесе сіздің саяси баспана сұрау туралы ниетіңіз бар екенін, осы жақта қалып қалу ниетіңіз бар екенін, жаңағы нелегал болып қалу ниетіңіз бар екенін байқап қалса, ол сізді дереу кері қайтарады. Турист визамен келгеннен кейін кері қайту билеті қолыңызда міндетті түрде болу керек. Бағдарламаңыз болғаны дұрыс. Яғни баратын жерлеріңіз, қонатын отельдеріңіз барлығы қолыңызда дайын болған дұрыс. Яғни қағаздары болсын, болмаса жоспарыңыз болсын. Егер бұл болмаған жағдайда офицерде күдік, күмән тууы мүмкін. Әрине, ол билетті қайтып кетпейтін болсаңыз, кейін қайтара саласыз. Яғни кері қайту билетін қайтаруға болатындай қылып алғаныңыз дұрыс. Сонда ақшаңыз қайтарып аласыз. Туристік визамен жиі келіп кеткенде өте қауіпті деп айтар едім. Себебі біздің мынандай таныстарымыз болған. Қолында туристік визасы болып, осында келіп 5 ай, 6 ай жұмыс істеп, ақшасын тауып, кетіп, қайтып келіп жүрген азаматтардың кейбіреуін кіргізбеген жағдай болды. Себебі 6 ай қалғаннан кейін офицерде сұрақ туындайды. Сен өзің жұмысың бар адамсың Қазақстанда, неге мұнда 6 ай қалдың? Жарайды, 6 ай қалып Қазақстанға қайттың, бірақ неге сен 2 айдан кейін қайта келдің? Яғни 6 ай бұнда қыдырып жүретіндей ақша сенде қайдан бар деп, ол адамдарды күмән тууы мүмкін. Егер күмән туған жағдайда, ол сізді міндетті түрде кері қайтарып жібереді. Сондықтан бұнымен де өте ойнамау керек. Егер сіз 6 ай Америкада қалып жұмыс істеген болсаңыз, онда міндетті түрде 1 жыл, 1,5 жылдан аса Қазақстанда болғаныңыз жөн. Егер сіздің келіп кетуіңіз жиілей бастаса, офицерде күмән болады, және келесі кіретін кезде сізді сұрақ қалуы мүмкін. Сондықтан өте абай болған жөн. Жалпы туристік визаны бірден алып кету мүмкін ба? Әрине мүмкін. Соның жолдарына тоқталып көрейік. Ең бірінші маңызды нәрсе ол басында атып өткендей отанмен байланыс. Яғни отанмен байланыс деген сөз ол сіздің Алматыда пәтеріңіз болуы, немесе заводыңыз болуы, тіпті квартираңыз болуы, туған туыстарыңыздың бай болуы ол отанмен байланысты білдірмейді. Немесе астыңызда қымбат көліктің болуы ол отанмен байланысты білдірмейді.
Алматыдағы виза орталықтары сенде квартира болса, сенде үй болса, консул саған виза береді деген жаңылыс ақпарат таратуда ол өтірік деп ойлаймын. Себебі сіз туристік виза қолыңызға алғаннан кейін Америкаға келіп, ол квартираны сатып аласыз, ол үйді сатып жібере аласыз, немесе заводты да сатып аласыз. Машинаны сату тіпті оңай. Оны консулдар біліп, олар ақымақ емес. Яғни ол отанмен байланысты білдірмейді. Жалпы елшіліктегі офицерлер де карьера бойынша өсіп келе жатқандықтан, олар да өз призвасынан сіздерге де солай қарайды. Яғни сіздің жұмысыңыз олар үшін өте маңызды. Бірінші байланыс. Егер сіз мысалы банк қызметкері болсаңыз, банкте кассирден бастасаңыз, одан жоғары өсіп келе жатсаңыз, жұмысыңыз тұрақты екенін, сол жұмысты сіздің жақсы көретініңізді байқаса, сол сіздің отанмен байланысыңызды білдіреді. Яғни Қазақстанда жақсы жұмысы бар, табысы бар адам Америкаға келіп қалып қалу шансы өте аз. Сондықтан да олар жұмысқа бірінші мән береді. Жылы орныңызды тастап Америкаға келгеннен кейін де сізді біреу күтіп отырмағанын олар жақсы түсінеді. Нольдан бастаған барлық адамға оңай емес екенін де біледі. Сондықтан олардың көзінде потенциалды иммигрант ол жұмысы тұрақсыз немесе жұмысы жоқ адам. Екінші маңызды мәселе ол сіздің виза тарихыңыз. Яғни сіз бұрын қандай мемлекеттерде болдыңыз. Егер сіз бұрын ешқандай мемлекетте болмаған, қыдырмаған, аяқ астынан бір күні ұйқыдан оянып, Америкаға барам, мұхит асып ұшамын десеңіз, офицер оған сене қоюы екіталай. Себебі жақын тұрған Европаға немесе басқа мемлекеттерге, Азия мемлекеттерін араламаған адам бірден Америкаға ұшуы мүмкін емес екенін түсінеді. Америкаға ұшу ол арзан емес, және бұл жақта барлығы қымбат. Сіздің келіп қонақ үй алуыңыз, бұл жерде өмір сүруіңіз, екі жақта болса да шығыныңыздың өте көп екенін біледі. Сондықтан офицер бұрын шетелге шықпаған адамға виза беруі қиындау. Әрине мен мынандай көп естимін, мен шетелге шығып көрмегем, шетелге шықпасам да маған Америкаға бірден виза берді дейді. Ол өте аз, мүмкін 10-15-те бір адамға беруі мүмкін. Бірақ мүмкіндік болса, сіз Европаға немесе басқа жерге шығып келсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Туристік визаны біз алып береміз, туристік визаға біз гарантия береміз деген жарнамаларда оқып қалам, оған сенбеңіздер. Себебі туристік визаға ешкім гарантия бере алмайды. Кейбір азаматтар, олар біздің елшілікте танысымыз бар, солар алып береді дейді. Мен оған мүлдем сенбеймін. Себебі ол елшіліктегі отырған адамдар, басында айтқандай, карьералық өсім ростпен келе жатқан адамдар. Яғни сіздің берген $1000, $2000 үшін олар өзінің карьерасын тастап, жұмыстан шығып кете алмайды ертең. Сондықтан оларға ешқандай қызық емес. Яғни бұндай төмен деңгейдегі коррупция Америкада жоқ. Сондықтан ондай алаяқтарға сенбеңіз. Олар қалай істейді? Олар гарантия деп айтады, содан кейін құжаттарын дайындап өткізеді. Егер адам алып кеткен болса, онда көрдің бе, біз берген гарантия бойынша саған алып бердік деп, 10.000, 5.000, $15.000 қалтасынан қағып алады. Егер ала алмай қалса, ой кешір, осы жолы біздің танысымыз ауырып қапты, танысымыз отпускада екен, немесе демалыста жүр деп, келесі жолы саған тегін жасап берейік деп, келесі өтірігін соғуы мүмкін. Сондықтан ондай адамдарға сене бермеңіздер. Жалпы туристік визаны жеке өзіңіз толтырып, өзіңізде алып кете аласыздар. Осы жақында менің ағам мен жеңгем 10 жылға виза алды. Ол визаға толтырған менің інім. Яғни ешкімнің делдалдың көмегі болған жоқ. Екеуі кірді, бір-екі сұраққа жауап берді, туристік визаны алып шықты. Яғни барлығы да мүмкін ала аласыздар. Бәрін айтты, бірін айт. Туристік визаны алу алмау бірінші әрине Алланың, екінші сіздің тікелей қолыңызда. Себебі интервью жүргізген офицер сіздің көзіңізден уайымды, сасқалақтағанды көріп қалса, бұл менен бір нәрсе жасырып отыр, немесе өтірік айтып отыр деген күдікті ой туады. Егер бұндай ойлар, бұндай күдік сіздің виза алу шансыңызды әрине төмендете береді. Интервью күні ерте тұрыңыз және кешікпей келіңіз. Кіргеннен бастап айналадағылардың барлығымен жақылдай амандасыңыз. Офицермен де көңілді амандасып, сол жерде көңілді отырыңыз. Өзіңіз сіздің интервью уақытты күтіп отырғанда айналадағы адамдардың тұнжырап, уайымдап отырғанын көресіз. Бірақ сіз олай істемеңіз. Қобалжымай, өз-өзіңізді сенімді ұстау сіздің виза алуға шансыңызды өте жоғарылатады. Егер сіз жақын арада интервьюге келіп жүрсеңіз, әрине сәттілік тілейміз. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық. Аман есен сау болыңыздар.